Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында дайындауға болатын өте жұмсақ, сынбайтын лаваштың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен електен ұнымызды өткізіп аламыз. Үстіне тұзымызды, сұйық майымызды құямыз және де үстіне ыстық суымызды құйып, біріншіден қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға салып 30 минутқа тындырып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, жақсылап бір қайтара илеп жібереміз. Қамырымызды 6 немесе 7 бөлікке бөліп аламыз. Сковородканың формасына қарай, менде сковородка 26 сантиметр формасы, егер де сіздерде кішкентай болса, кішкенерек 8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Және қамырымызды ұн себе отырып, өте жұқа етіп жаятын боламыз. Табамызды алдын ала 10 минут бұрын қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамызға лавашымызды саламыз. Және де 30-40 секунд қана ұстайтын боламыз. 30-40 секундтан артық ұстасаңыздар, лаваштарыңыз қытырлақ болып сынғыш болады. Және де қоңыр нүктелер пайда болғанда келесі бетін аударамыз. Дайын болған лаваштарымыз кеуіп кетпес үшін бетін пищевая пленкамен және де орамалмен жауып қоямыз. Үй жағдайында жасауға болатын лавашты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сынбайды, өте жұмсақ болып шығады және де ингредиенттері үйде бар заттармен дайындауға болады. Және де кез келген таңғы ас болсын, донер болсын, лавашты қолдан дайындап жіберіп, өздеріңіз жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.